Ал мынау құрметті көрермендер, қараңыздар. Қазіргі суық кезде гриппке қарсы, суыққа қарсы иммунитетке көтеретін осындай қоспамыз бар. Бұл қоспаны дайындау үшін имбирді алып, қабығын ашып, осылай турап аламыз. Және де кәдімгі лимонды да сыртын жуып, қабығын жуып, осылай турап аламыз. Бұны турайтын себебіміз бұларды блендерде немесе ет тартқышта майдалауымыз керек. Бізде ет тартқыш блендер жоқ, сондықтан осы ет тартқыштан өткіземіз. Әдемілеп майда қылып, кәдімгі суы шығып ұнтақ болады. Содан үстіне бал қосамыз. Балды 3-4 қасық кәдімгі жақсы таза балдан қосамыз. Дәміне қарай, әркімнің өзінің қалауына қарай қосылады. Соны қосып, бұны жақсылап араластырамыз да шыны банкіге саламыз. Шыны банкіге бұл сақталса 3-4 аптаға дейін сақталады. Бұны әр шай ішкенде немесе бұлайша қайнаған суға қайнап тұрған бір шай қасық салып араластырып ішсеңіз болады. Дәмі келмесе, үстіне тағы да бал қосып, дәмін келтіріп ішесіз. Иммунитетті көтереді, тұмауға, суыққа қарсы өте керемет қоспа. Баршаңыз осылай істеп көрсеңіздер болады. Кеңес берем баршаңызға.